көрдім. Бір Шымкенттің бір ауданында, Шаян жақта, ең тамаша таза сайлау болды. Қалай дейсіздер ғой? Өз кішкентай ауыл екен, бәрі де дінді ұстайтын, қалған ауылда. Біздің бақылаушымыз таңертең жас 80-дегі атасын алып барыпты учаскеге. Сонымен таңертең сағат 6-та бәрі басталып, гимн ойнағаннан кейін жаңағы шал айтыпты: "Ал мен бата беріп жіберейін" депті. Бәрі қазақ, бәрі дін ұстайтын, ойбай аға бата беріңіз. Сосын жаңағы шал бата беріпті: "Ал осындай біз енді парламент депутаттарын сайлап жатырмыз, бәрі жақсы болсын, анау мынау" депті. Ең соңында былай депті: "Егер жоғарыдағы біреулердің айтқан әкім сымақтардың бірдемесін жаңағы айтқан істеп фальсификат жасап бірдеме жасайтын болсаңдар, 7 ұрпақтарына шейін қарғыс атсын" деп кетіп қалды жаңағы шал. Анау жетеуі дейді, біріне бір қарады да қалды дейді. Отырды дейді біраздан кейін. Сосын біреуі комиссияның бастығы орнынан тұрып: "Әкімнің де әкесінің аузы, оның үстіндегі әкімнің де әкесінің аузы, мен 7 ұрпағымды қарғысқа қалдырмаймын. Жігіттер давай таза істейік" деп. Сонымен кейбір жерлерде жаңағы не дейді, осыны айтам ғой. Соны айтардың алдында айтып қоямын, мен шетелдің нелерінде алдында. Мен айтамын: "Использование ислама в деле демократии" деп қоямын. Сондықтан мен мынандай ойлап отырмын. Енді бұл әшейін енді бір әзіл есебінде ғой. Сайлау комиссиясының адамдары таңертең ашылған уақыттарда столдың үстіне конституция менен Құранды әкеп қойса. Соған қолдарын ұстап, енді біреу Құран ұстайтын шығар, біреу конституцияны ұстайтын шығар, осының бәрі мен Аллада өткіземін деген бір ауыз сөзбенен ант берсе. Біраз адамды тияр етті. Біраз нәрсені.